Баршаға ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бұл видеода бататты қалай егіп жатқан жайында болмақ. Алматы қаласынан 5 дана батат несін рассада дейміз ғой, соны алдыртып жатырмын. Бір штугы 500 теңгеден. Жалпы бүгін салып жіберді. Ертең Құдай қаласа күтіп алатын боламын. Және осы жерге жай дайындап жатырмын. Ені шамамен 50 сантиметр, ұзындығы 3 метр. Енді не істеймін? 50 сантиметрдей пәске түсемін. Сосын биогумус пен топырақты 50-де 50 қылып араластырып, жаңағы осы жерге толтырып шығатын боламын. Сөйтіп сыртын төбесіне салафанмен мульчирование деп айтады. Жаңағы салафанмен жауып тастаймын осылай. Ортасына капельный поливтің шлангысын тастайтын боламын. Құдай қаласа, осындай бір тамаша бір эксперимент болайын деп жатыр. Кейін по ходу қалай егіп жатқан барлығын түсіріп, осы назарларыңызға ұсынатын боламын. Қаза бастадым. Сары топырақ. Бұл топырақтың ешқандай құнары жоқ. Сондықтан мен жаңағыда 50-ге 50 қылып араластырып, осы топырақты биогумуспен осы жерге салатын боламын. Осындай. Сосын үстін салафанмен жауып қоятын боламыз. Салафан астында капельный полив. Тереңдігі 40 сантиметр болды. Топырақ пен биогумус, сәл молынан биогумус салынды. Араластырып толтырдым. Енді ортасына осы капельный полив шлангын қоямын және салафанмен осылай жауып тастаймын бар жерін. Мульчирование деп аталады. Айна базарға келдім. Құдай қаласа, қызыл автобусқа салып жіберген екен. Қазір көшеттерді алатын боламын. Жаңа батат көшеттері. Күтіп алдым. Енді үйде ашамын. Демілеп байлап қойған сияқты. Батат көшеттері. Құдай қаласа үйде барып ашып, жаңағы сәл өзіне келтіріп алып, сосын егетін боламыз.